Казак атты әскерлері қазақтарды қырған ғой. Осы казак атты әскерлері деген кімдер, солар туралы айтып өтіңізші. Әрине бұл өте орынды сұрақ. Казак атты әскерлері деген жалпы бұл кезіндегі патша үкіметінің әскерлері, атты әскерлер. Атты әскерлерге білесіз, біз атқа мінуді, атпен жаңағы әскери тәсілдерді жүргізуді, атқа мініп соғысуды осы түркі халықтарынан асқан ешкім меңгермеген. Сондықтан казактар деген бұлардың түп тамыры негізі түркілер. Бұлардың барлығы кезінде, мысалға 1812 жылғы Наполеонмен соғыстағы жаңағы француздар ғой енді, орыстардың осы соғысында біздің атты әскерлер қатысқан. Сонда түркілерден жиналған, аннан қашқан, мыннан қашқан бүкіл барлығын жинап алып кеп патша әскеріне қызмет етеді. Кейіннен жеңіске жетіп болғаннан кейін енді бұлардың көзін жоймақ болады негізінде. Бұлардың айырмашылығы, бұларды орыстандырып жіберген, бір сөзбен айтқанда. Оның қаны тегі түркі болғанмен, ол таза орыстанып, өздерінің тілінен айырылған, өзінің болмысынан айырылып қалған өңкей арасы некеде болып кеткен шығар. Сондай болып, некеде болды, дін жағынан да ауыстырды. Сондай жағдаймен дүбәра бір топ құрды. Міне, бұл бірақ бұлардың ерекшелігі бұл әскери топ болатын. Олардың қолында кәдімгідей құзыреттілік болды. Қару-жарақ болды оларда. Неке көрдіңіздер ме? Сондықтан кейіннен қазақтардың көзін жойып жібермек болады, бірақ та кейіннен қазақ жерін отарлау кезінде, отарлауды іске асыра бастағаннан кейін бұларға тиіспей-ақ қояйық. Керісінше осыларды осы отарлау саясатына пайдалануымыз керек дейді. Сөйтіп бұларға жеке әскери атақтарын беріп, жеке қазақ станицалары дейді, сондайларды құрып, мінеке осындай өзінше топ шығады. Кейін бұларға қолдау көрсетіп, барынша қару-жарақ жағынан құзыреттілік қолдарына бергеннен кейін бұл казактар құтырады. Ал атауы неге казак? Мәселе осы да, қараңыздар. Біздің атымыз негізі қазақ. Тарихи атымыз қазақ. Біздің атымызды қырғыз деп атады. Біздің атымызды алып аналарға берді, казак деп. Енді бізде қазірде қазақтың атын орысша айтса да казақ деп айтады ғой. Сол сияқты казак деді. Өйткен себебі олар өте істеген әрекеттерінде мына отаршылдық саясатта ертеңгі күні айналасындағы өзге мемлекеттерге жауап беретіндей жағдайларды құжат жүзінде жүзеге асырып отырды. Енді қараңыз, бұл жерде қандай қулық жатыр. Казак деп олар иемденуінде, оларға атты казак деп қоюларында себебі қараңыз. Ертең оларды енді қырып жоюға пайдаланды. Мысалға ең бірінші жаңағы жайық казактар дейтінді құрады. Бұл кейін Пугачевтың көтерілісінен кейін Орал казактар деп оның атын өзгертеді. Одан кейін Орынбор казактар, өнен кейін Сібір казактар, өнен кейін Жетісу казактар дейді. Бұның барлығы жаңа отарлап алғанға байланысты барлық соларды құрып отырған арнайы. Сонда отарлаудың басты қолшоқпарлары, қанды қол жендеттері осы казактар болған. Енді қараңыз, бұлар кімді қырып жатыр? Қазақты қырып жатыр. Бұлардың аты казак. Ал біздің шынайы тарихиятымызда қазақ. Мінекей, осы жерде үлкен жасырын қулыққа негізделген саясат. Енді ертең бұл сұранысқа түскен жағдайда неге мынаны қырдыңдар? Неге жойдыңдар деп ертең мысалға әлемдік деңгейде үлкен сұрақ туындайтын болса, олар жауап береді. Біз бұларға тиіскен жоқпыз. Бұлар өздерін өздері қырып жүр дейді. Сенбесеңіз, мыналардың атын сұраңыз, кім дейді. Сенің атың кім десе, анау айтады, мен қазақпын дейді. Ал бізден сұраса, біз де қазақпыз дейміз. Көшпенділер фильмі көз алдыма елестеді. Қазақтың қос батырын бір-біріне айдап салған. Енді казактар өзіміздің түркілерден шыққан сол кездегі саяси тұтқындар ғой. Тағы осы жерде айтылатын маңызды мәселе, осы казактарға Жетісу казактарын құрған кезде, осы Жетісу жерін енді Ұлы Жүздің территориясын отарлап алғаннан кейін, соны құрған кезде қалған құтқан жоңғарларды, қазақтар енді оны қалмақтар деп айтамыз ғой. Сол қалмақтарға казактардың мундирін кигізіп қатарына қосып жіберген. Міне мәселе қайда жатыр. Ал ол қалмақтар кім еді? Жоңғарлар. Ол қазақтың ата жауы кезінде. Ата бабаларымыз солармен қырылған. Енді солардың қалған құтқанына қолына қару беріп, үстіне киім кигізіп, әскери кигізімді әскери шен беріп, сол қазақтардың қатарына қосып қазақтарға айдап салған. Мінекей. Осындай мәселелер бар. Сондықтан осы жерде
тарихтан алатын сабақ не? Бүгінгі таңда біздің осы елімізде қазақтардың ұрпақтары бар. Оны өзімізде күнделікті өмірде біз көріп жатырмыз. Кей кездері әскери киімдерін киіп, қару-жарақтарын асынып, әрбірден кейін біздің мынау ата-бабадан қалған мекеніміз бізге осы жерге осыны бекітіп беру керек деген әңгімені көтерген уақыттарда болған. Соны тәуелсіздіктен бері қаратайық кездің өзінде сондай әңгімелерді көтеріп, өздеріңіз де білесіздер осындай. Сондықтан менің айтарым бұлай істеуге ұят болады. Бұл әрбірден кейін біз тарихқа үңілетін болсақ, біздің ата-бабаларымызды қырған бас, ол орыстардікі болса, қол қазақтардікі болатын, қару, қылыш. Сондықтан керісінше біздің ата-бабаларымызды сондай қынадай қырып, бабалары ғана емес, бүкіл бала чағасымен, бүкіл қазақтың тұқымын қырумен айналысқан халықтың бүгін біздің төрімізде отырып алып, өздеріне енші сұрауына қақылары жоқ.